Біржан мен Жаңылхан қайта қосылды. Сүйінші ағайын. Жаңа қосылайықта Джулия мен ара қатынасын екі кездесуден тоқтатқан Біржан, экс-жұбы Жаңылханмен қайта қосылды. Астанада қыдырып жүрген Жаңылхан қызымызды Біржан күтіп алды. Біржанның көлігімен Жаңылхан Астананың әсем табиғатын тамашалады. Олар көлікте бірге тамақтанды. Одан кейін Біржан Жаңылханға сыйлықтар берді. Қайта қосылдық деп Жаңылхан эмоциясын жасыра алмады. Сонымен қатар Біржан мен Жаңылхан әлеуметтік желідегі ресми парақшасында күйетін дүние күйіп кетсін. Біз біргеміз деп пост жариялады. Бұл видеода Біржан мен Жаңылхан қайта қосылды. Бір-біріне деген сезімі өшпеген қос жұптар сағынышпен қайта қосылды. Тіпті Жаңылхан Біржанды құшақтап иіскеп тұрған видеосын оқырмандарға бөлісті. Ол осы видеода бір-бірін белгілеп астына күйетін дүние күйіп кетсін. Біз біргеміз деп жазды. Желі қолданушылармен бір болайық жобасы қатысушылары Біржан мен Жаңылханға жарыса жазды. Мәдина, мә бақытты болыңдар. Негізі қосылайыққа барып тұру керек ие, деді. Жаңылхан Мәдинаға, ой шутник менің жан құрбым, деді. Мына жігіт қосылайықтағы Джулияға келген. Джулия өте жақсы қыз еді. Ақылды, тәрбиелі. Жаңылханға әдейі істеп келген ғой. Мұндай құр көкірек жігіттер тұрақсыз. Өмір айналмақ. Біржан жарты жылға бір жаққа ұшып кетті деп еді ғой. Джулияға үміткер боп келді ғой, таныстық тоқтады ғой оларда. Шах мырза айтты ғой, сендердікі әлі біткен жоқ деп. Бірге болғандарың жақсы. Енді қосылайықтан кейін тағы саған барды ма? Басында осы жігітті тым жақсы бала шығар дейтін едім. Уақыт өте, істеп жүрген ісіне қарай, сорайған бойы бар, дым ойы жоқ жігіт екен. Қосылды ау, әйтеуір жаным Жако, енді ренжіспеңдерші. Бақытты болыңдар деп жарыса жазды желі қолданушылары. Біржан мен Жаңылханға бақыт тілейміз. Әрине бір болайықта той күтеміз.